Сәлем достар, назарларыңызда жастар бағдарламасы. Сондай-ақ оның жүргізушілері Нұрсұлтан Және дәлел, біздің бағдарлама жаңашыл әрі жалынды. білімді де дарынды жастарға арналған. Өнерліге өріс кең, спортшы қалай режиссер болды. Қол жетімді баспана, қол созым жерде. Қауіптен қаймықпайтындар, каскадер деген хас шебер. Күлдіре білу, өнер, күле білу, өмір. Сырғанауды білгенге, сноубордта жат емес. Жарайсың, Нұрсұлтан. Енді спортпен айналысайын деп шештің бе? Жігітке жеті өнерде аз деген бабаларымыз. Сол бабаларымыз айтпақшы, екке менің басын ұстаған су түбіне кетеді дегені. Ал сен болсаң, актер боламын дейсің. Мен бір жігітті танимын. Ол кезінде мықты спортшы болған. Ал қазір дарынды режиссер. Рас па? Әрине, ендеше таныс бол. Көрермендерімізде назар аударсын. Кино өмірдің ажырамас бөлігі. Өнердің бұл түрін алғаш рет 1895 жылы ағайынды Луи және Агюст Люмерлер ойлап тапқан. Содан бері кино өнері қарыштап дамып келеді. Кино деген мен үшін ол барлығы. Кино ол менің өмірім десе де болады. Өзімнің өмірімнің 25 сағатын осы киноға арнап, кинода жұмыс істеймін. Қанағат Мұстафин 1984 жылы Алматы қаласында туған. Жастайынан спортқа құмар болып, баскетболмен шұғылданды. Қазақстан құрама командасында өнер көрсеткен. Тіпті бір ойында 102 ұпай жинап, Қазақстан рекордын өзгерткен жастарын. 10 жасынан бастап әртүрлі фильмдердің эпизодтарына түседі. Кейін өзін камераның алдында емес, түсірілім басшысы ретінде көргісі келген. Үлкен арманым, осы режиссер болсам деген арманым болған еді. Соны енді мен 20 жасымда қолға алып, неше түрлі көп профессияларға шұғылданып көріп, бірақ олардың барлығы менікі емес екенін түсініп, 20 жасымда мен режиссерға келдім. Қанағаттың қоржынында бірнеше кинокартина бар. Өзі спортшы болғандықтан ба, осы бағытта талай қысқаметражды фильм түсірді. Ал «Тағзым легенда улиц» атты деректі фильмдерімен «Шабыт» және «Менің отаным Қазақстан» фестивальдарының сыйлығына ие болды. Ал ең алғашқы толық метражды «Рывок» кинокартинасы Үміт киноолимпиадасында бірінші орынды иеленді. Маған спорт темасы жақын. Бірақ мен осы тек қана спорт темасымен шектеліп қалмаймын. Неше түрлі комедиялықтарда ойымыз бар. Сериалдарда түсіріп отырмыз әртүрлі. Жас режиссер отандық киноның болашағы зор екеніне сенімді. Жақсы кино түсіру үшін ең алдымен жақсы сценарий керек дейді маман. Одан кейінгісі жақсы режиссер. Қазіргі таңда жақсы кинолар шығып жатыр. Өздеріңіз көрген «Мың бала» атты картинамыз үлкен. «Шал» картинасы шығып жатыр. Ол халықтың, жұртымыздың көңілінен шығып жатыр деп мен толықтай сенемін. Қазақфильм қазір жаңарды. Жаңа кинолар түсіріліп жатыр. Жаңа техника бар. Қанағаттың алға қойған арман мақсаты жетерлік. Жақсы бір жаңалығы жақын арада Қазақфильм киностудиясымен бірге Қажымұқан атты көркем фильм түсірмек. Қанағат қазір әйгілі палуанға қатысты деректер мен қажетті материалдарды саралауда. Ендеше жастарының жаңа бастамаларына сәттілік тілейміз. Дәлел, не ойланып кеткенсің? Ой, Нұрсұлтан, мынандай үйлердің бірінде тұрсам ғой. Оны не істер едің? Не істеген ес, Нұрсұлтан, тұрам да. Өз жалғыз өзің бе? Сенің ақ әзілдерің бітпейді бар ғой. Әзіл емес. Жаңа құрылған жас отбасылар үшін үкіметтің арнайы бағдарламасы бар. Ал мен сол бағдарламалардың бірімен осындай үйлердің біреуін ала алам ба? Дәлел, сен алдымен тұрмысқа шық. Ал оған дейін сюжет көрейік.
2012 жылдың 21 маусымында елбасы тапсырысымен үкімет қолжетімді баспана 2020 бағдарламасын қабылдаған болатын. Бұл бағдарламаның ерекшелігі көп. Біріншіден, жас отбасыларды баспанамен қамтуға басымдық берілген. Екіншіден, баспанаға қол жеткізген азаматтар тұрғын үйді 8 жыл бойы жалдап тұра алады. Үшіншіден, жалдауға кеткен құн есебінен баспананы жекешелендіріп алуға мүмкіндік бар. Бұған дейін де 2005-2007, 2008-2010 бағдарламасы бойынша бұл жас отбасылары тұрғын үймен қамтамасыз етіліп келе жатыр. Яғни осы екі бағдарлама бойынша 1400-ден аса жас отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша баспанаға мұқтаж деп табылған жағдайда халықтың барлық санатындағы азаматтарды, яғни кәсіпкерлерді де, студенттерді де тұрғын үймен қамтамасыз ету қолға алынып отыр. Жастардың арасында сауалнама жүргізіп жайлап байқағаным өзін, бұл бюрократияның көптігі. Бұл мысалға бүгін барлық құжаттардың тізімін аласың, ертеңгі күні барып өткізесің, ақырында бір құжат жетіспейтін болып шығады. Белсенді жастардың мұндай назы да ескерілген. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасында қолайсыздықты шешудің тиімді жолдары да қарастырылған. Бұрынғы бағдарламаларда біз азаматтардан құжаттарды қабылдап барып, содан кейін тұрғын үй бөлгенбіз. Ал бұл кішкене сәл айырмашылығы бөлінетін тұрғын үйлердің санына байланысты жаңағы құжат қабылданатын болады. Ал баспаналы боламын деген жас отбасыларға қойылатын талаптар мынандай. Олардың жастар 29-ға толмау керек, некеде бірге тұрғандарына 2 жыл толу керек, және бір балаларының болуы міндетті. Төлеу алу қабілеттілігімен қоса Қазақстан аумағында өздерінің тұрғын үйлері болмау керек. Егер сіздің жағдайыңыз осы талаптарға сай болса, баспанаға кезекке тұруға асығыңыз. Кезекке тұрғызу бағдарламада белгіленген тұрғын үйлердің құрылысы аяқталған бойда жүзеге асырылады. Мәссаған Нұрсұлтан, Джеки Чанның батылдығына таң қалдым бар ғой. Таудан да секірет, ағаштан да құлайды, бәрін өзі жасайды екен. Енді ол өзі каскадер емес пе? Актерлікті каскадерліктен бастаған. Рас па, мен мұнысын мүлде білмеппін. Дегенмен, каскадер болған сонда да қиын шығар. Қиын шығар, бірақ мен ол туралы өзім де аз білем. Дегенмен бізде дәл осы каскадер туралы керемет сюжет бар. Ендеше, соны тамашалайық. Каскадерлердің еңбегі фильмдерде көп пайдаланатыны белгілі. Қиын әрекеттердің ішінде бұл кәсібилердің ең көп орындайтыны ол көлікпен жүйтку. Каскадерлердің еңбегі елене дегенмен бұл актерлер көпшілікке белгісіз болып қалады. Ал бізге каскадерлар өзінің асқан шеберліктерінің бір шелегін ғана көрсетуге келісім берді. Олар Қазақстан каскадерлер қауымдастығының автомото әрекеттерінің шеберлері, лидер каскадерлар тобы. Жалпы каскадер сөзі француз тілінен аударғанда каскадты актер деген мағынаны береді. Каскадер это далеко не безбашенный человек. Каскадер деген тек тәуекелге жүгініп секіре беретін адам емес. Батыр, бір оқтық дегендей, біз өзіміздің өмірімізге, түсірілім алаңдағы қауіпсіздікке, жолдасымыздың денсаулығына, өміріне жауаптымыз. Сондықтан біз әрдайым өз шеберлігімізді арттырып, үнемі жаттығамыз. Александр Терехов бастаған каскадерлар тобының отандық киноиндустрия саласында жұмыс істеп келе жатқанына 20 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында олар алыс жақын шетелдегі халықаралық каскадерлер фестивальдері мен әлем біріншіліктерінде өз салалары бойынша топ жарған. Занимаемся мы автомототрюками, спецэффектами. Автомототрюктармен арнайы эффекттер жасаймыз. Керек болса отқа да жанамыз. Өткен жылы біз жарылыс кезінде адамды допшалақтыратын арнайы қондырғы сатып алдық. Ат құлағында ойнайтын каскадерлар көбіне тарихи фильмдердің көркін қыздырады. Олардың еңбегін соңғы кезде түсірілген рекетир, көшпенділер, ликвидатор, жаужүрек мыңбала туындыларынан көруге болады. Мы, во-первых, постоянно находимся в тренинге. Біздің жігіттер арнайы алаңдар жалға алып, әрдайым жаттығады. Өз жалақымыздың бір бөлігін реквизит алуға, техника сатып алуға жұмсаймыз. Себебі отандық киноиндустрия саласы. Жалпы бізбен жұмыс істеуге ниеттілер соңғы уақытта экшн элементтерін жиі пайдаланатын болды. Ал біз соның барлығының басы қасындамыз. Каскадер кәсібімен айналысатын әрбір адамға үлкен талап қойылады. Мұнда келетіндердің көпшілігі өз мамандығына үлкен сүйіспеншілікпен, отандық кино саласын дамытуға деген зор патриоттық сезіммен келеді. Егер қазақ киносы әлемдік деңгейді бағындырар болса, онда ол жетістікке жетуге каскадерлеріміздің де қосқан үлесі мол деп білеміз.
Нұрсұлтан, көңілдісің ғой, нендей хабарың бар? Мына бір әзіл керемет екен. Қандай? Ендеше тыңда, бір жігіт қызына сен ләйліммен жібектен де сусын депті. Сөйтсе ол қыз ренжіп жатыр дейді. Оңбаған сенің менен де бұрын қыздарың болыпты ғой депті. Ой, Нұрсұлтан, үнемі сенің әзілдерінде қыздар ақмақ болып жүреді екен осы. Дәлел сен ашуланба. Сенің көңіліңді көтеретін сюжетті дайындап қойғам. Жарайды көрейік, бірақ Нұрсұлтан қыздарды мазақтайтын болсаң, сазайыңды тартқызам. Келістік, әкел қолды. Күлдіре білу өнер, күле білу өмір, ал күлкі болу өлім. Бұл белгілі сатирик Сейіт Кенжахметұлының сөзі. Әрдайым жадырап, жайнап, күліп ойнап жүргенге не жетсін. Көпшілікті қыран топан күлкіге белейтін анекдот фольклорлық жанрға жатады. Оның басты ерекшелігі тапқырлық. Анекдот деген негізі айналада болып жатқан жайттар ғой. Әзіл айтудағы шеберлігімен ғана емес, әдемі әзілдерді ойлап табатын тапқырлығымен де әзіл сүйер қауымның ықыласына бөленіп жүрген Бауыржан Тұрабаев еліміздегі анекдот жанрын дамытушы жастарымыздың бірі. Кішкентай кезден өзі бір Алла тағалам жаңа адамға талант бермесе, ол қанша тырысқанмен ештеме де шықпайды ғой. Әрбір күн жаңа анекдоттың туындауына себеп болады. Өйткені Бауыржанның кейіпкерлері мен оқиға желісі өмірден алынады. Бір күні әйел мен күйеуі ұрысып қапты, қырылып. Сөйтсе әйел айтады дейді. Саған 10 жыл бірге тұрып шыдап келген, маған рахмет айт. Болды, мен сенімен тұрмаймын, ажырасамын, кетемін деген ғой әйелі. Сөйтсе күйеуі айтады дейді. Тоқта, мен де барамын деді. Үйде де, басқа жерлерде де өзі үнемі күлдіріп, әр әңгімесінің арасында әзіл сөздер айтып, үйге келсе де үнемі күліп кіріп, күліп шығып, қабағын шытпайды. Ұнамаса тыңдама деген атпен жарыққа шыққан жинағына Бауыржан әр жылдары жазған үздік әзілдерін енгізіп, көпшілікке ұсынған. Күлкінің маңыздылығы шын мәнісінде адам енді қамшының сабындай өмір ғой. Күліп ойнап, мәз болып кеткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Расымен де күлкі адам өміріндегі ең қызықты сәт. Сондықтан көпке күлкі сыйлар шын әзілдің маңызы қашан да жоғары. Нұрсұлтан, мұна сөмкені алмақсың ба? Жалпы қайда жиналдың? Осы демалыс күндері тауға шығайын деп шештім. Соған керек жарам салатын сөмке керек. Маған айтпай ма сонда? Мен де барам. Барам десең әрине алып кетем. Әрі саған шаңғы тебуді үйретем. Ура! Ал сноубордты тебуді екеуміз сонда бірге үйренеміз. Сноуборд? Я, Нұрсұлтан, келесі бейне сюжеттен кейін сен бұл ойынға қызыға қарайтыныңа сенімдімін. Таулы өлкенің қарлы шыңдары сырғанау үшін таптырмас мекен, ал Алатау бөктеріндегі таңғажайып табиғат спорт сүйер қауымды өзіне ұдайы табындырып келеді. Адамдардың тапқырлығында шек жоқ. Жай ғана коньки теуіп жарысу қазіргі жастардың көңілін көншітпейді. Олардың қалауы экстремалдық атлетикаға ауған. Соның ішінде сноубордты ерекше атап өтуге болады. Сноуборд қарлы шыңдарда арнайы тақтайша арқылы сырғанауға негізделген заманауи спорт түрі. Сноубордпен жүрген кезде бір түрлі сезім болады. Оны сөзбен айтуға болмайды. Оны сезу керек негізінде. Бұл спорт түріне қызығушылық танытқандардың барлығы оны бірден игере алмайды. Әуелі біраз жаттығып, машықтану керек. Себебі дене тепе-теңдігін ұстаудың өзі оңай емес. Смотрите в направлении движения. Правую руку перед собой вытяните в сторону. Смотрите вверх, прямо. Теперь поворачивайте рукой налево. Отлично. Больше ножки сгибаем. Тұңғыш сноубордты 1963 жылы америкалық Том Симс скейттен құрастырып шығарған. Бүгіндері сырғанау алаңының биіктігіне байланысты сноубордтың бірнеше түрі бар. Халықаралық олимпиада комитеті сноубордты қысқа олимпиадалар бағдарламасына енгіз. Ендеше, сноуборд бұл нағыз спорт. Спорттық ойынның осы түрі арқылы еліміздің даңқын төрткүл дүниеге паш етер жастарымыз қашан да көп болсын. Сіздер жастар бағдарламасын көрдіңіздер. Келесі жолда көрермендерді жалықтырмауға сөз береміз. Кездескенше достар.